Бүгінгі жағдайға байланысты жалпы бүгін мына жұмыс тобыменен облыстың бірқатар аудандарын тексеріп көріп қайттық. Жалпы мына су басу қауіпінің жағдайын бұл жаңағы Күршім ауданы, Марқакөл ауданы, сонымен қатар Самар менен Үлкен Арын аудандары. Енді қазіргі жағдайға айтатын болсақ, су басу қаупі жоқ. Бүгінгі күнге бізде енді қауіп болғанына Қарайылыстың жүруіне байланысты. Енді оның басына жаңа барып келдік. Негізінде о жерде мұз қазір жарылып, жалпы су қазір өзінің арнасында ертісінен жүріп жатыр. Боран ауылына ешқандай қазір қауіп келіп жатқан жоқ. Үлкен Арынға байланысты қазір өзінің арнасы менен су қазір ағып жатыр. Жалпы бұнда тиісті мына жергілікті атқарушы органдар менен төтенше жағдай департаментінің мамандары әлі қосымша жұмыс атқарып жатыр. Ол жұмыстар жалғасатын болады. Сондықтан барлық облыс бойынша жағдай күнделікті бақылауда. Әр жерлерде тиісті мына қауіпті деген жерлерге кезекшіліктер қойылған. Сондықтан 24 сағат тәулігінде соның барлығы жаңағы бақылауда ұстап отырмыз. Күнделіктен күнде жылынып келе жатыр. Қазір мына жаңбырдың болуы бар. Соған байланысты негізінде су тағы да көтерілуі мүмкін. Бірақ жаңағы ұйымдастырылған шаралардың нәтижесінде біз енді осы жағдайларды өзінің дұрыс қалпында, дұрыс деңгейінде өткіземіз деген ойдамыз.